Сәлем, сәлем, сізді осы сабақта көргеніме өте қатты қуаныштымын. Маған 15 минут уақытыңызды арнаңызшы. Мен сізге гарантиямен ұялмай айтылам. Осы сабақтан кейін неге мен қарыздан шықпаймын, неге мен қанша әрекет етсем де қарыз менің өмірімде бітпейді деген сұрағыңызға 100% жауап алып шығатын боласыз. Және де қарыздан нақты құтылудың бір ең четкий методын бөлісетін боламын. Тек қана осыны сондан кейін қарасаңыз болды. Жалпы өзім таныстыратын болсам, есім Мейрамбек, 2000-нан аса адамның қарыздан құтылып, табысы еселеніп, және де жүрек тыныштығында жүруіне себепкер болған жанмын. Жалпы қарыздан құтылудың ең бірінші амалы тек әрекеті десем қате болмас. Біздегі қате ой, мен көп жұмыс жасасам ғана қарыздан құтыламын деп ойлайтын адамдар. На самом деле көп жұмыс жасағаннан адам қарыздан құтылмайды. Мысалы, өзіңізге қараңызшы, сіз жұмыс жасайсыз. Мысалы, қарыздан құтылу үшін зікір айтасыз, дұға айтасыз, тахаджудке тұрасыз, сүрелер оқисыз неше түрлі, немесе күндікке болсын, айлыққа болсын, жұмыс жасайсыз. Азаннан кешке уақытыңызды бөліп айлыққа болсын да, бірақ жабылып жатқан қарыз бар ма? Нет. Олай жұмыс жасатқаннан жабылып жатқан қарыз жоқ. Бірақ та ол ежемесячный платеж бар емес па? Сол жабылуы мүмкін, әйтеуір айма-ай үйтіп жабылуы мүмкін. Бірақ ол сол кредит бітіп жатқан кезде артынан екінші кредит шығып тұрады ғой. Соны біттім ау деген кезде үшінші кредит шығып тұрады, или бір косякқа кіріп кетесің, или займ алып қоясың, или сондай бір ситуациялар келе қалады, сен қайтадан қарызға кіріп кете бересің. Немесе сен жұмыс пахат етіп, сен қарыздан құтылуың мүмкін, бірақ түбінде қайтадан сен өміріңе қарыз келіп тұрады, былай қарап тұрған кезде. Міне, қарыз деген цепочка үзілмейді. Неге біз қарыздан шықпаймыз? Қанша әрекет етсек те, қанша дұға, амал, әрекет, жұмыс жасап жатсақ та, неге қарыздан шықпаймыз? Қазір сізге точно жауабын беретін боламын. Негізі бұндай білімдерді эксперттер өзінің прям масштабный, қымбат курстарында бөліседі, ал мен сізге тегін бөлісіп жатырмын. Енді әрине бұны басқа эксперттерді құнсыздандыру емес. Вот, қараңыздар. Ең бірінші, мынаны түсініп алайықшы. Біздегі қателік мына жерде болып тұрады. Мысалы, мынау біздің өмірімізде қарыз деген проблема. Мінекей, қарыз деген бұл проблема. Осы 4%-ің ішіндегі қарыз. Ал мынау мен. Мендегі жіберетін бірінші қателік ол не істеймін? Мен қарыздан құтылу үшін бар уақытымды арнаймын. Жұмыс жасаймын, азаннан кешке дейін жұмыс жасаймын, зікір айтам, салауат айтам, дұға оқимын, неше түрлі сүрелер оқимын, неше түрлі әрекеттерімді жасаймын, бизнес бастау үшін де тоже курстар оқимын, үйтемін, бүйтемін да. Мінекей, ради осы қарыздан құтылу үшін мен бар энергиям, фокусым, уақытымның барлығын мен осыған құртам. Бірақ біздегі результат қандай? Мынау қарыз прям кішкене болсын азаюы мүмкін өміріңізде дейтінді, кішкене болсын қарыз азаюы мүмкін, бірақ уақыт өте келе бұл қайтадан орнына толып қалып жатыр ғой, мінекей. Қайтадан орнына толып қалып жатыр да. Мына жерде бізде өкінетін нәрсе, уақытымыз кетіп жатыр, энергиямыз кетіп жатыр да. Сәл өкініп те қаламыз. Неге мен пахат етіп жүрмін, не болып кетті менің өмірімнің мәні деген сияқты бізде осындай ішімізде бір қынжылу пайда болады да. Жұмыс жасаймын, қарыздан құтыламын, қайтадан қарыз пайда болады. Жұмыс жасаймын, қарыздан құтыламын, қайтадан қарыз болады да. Осы цепочка жалғаса береді. Именно осы цепочканы үзу үшін, мінекей проблема деп тұрмын ғой. Осы цепочканы үзу үшін біз не істеуіміз керек? Любой нәрсенің себебін табу керек та. Мысалы, мен кеше ауырып қалдым да, реально осы жерде бір ауырып қалдым, температурам көтеріп, тамағым бәрі бітіп қалды да. Мен әшейін ауырмаймын ғой. Ол аурудың себебі бар. Ол қандай? Мен душтан шыққаннан кейін осы диванда жатып, кондердің астында ұйықтап қалғанмын. Вот, себебін көріп тұрсыздар ма? Аурудың себебі осы душтан шығып, кондердің астында жатуымның менің өмірімде болды. Сол себеп салдары мені түбінде ауруға апарды. Тура сол сияқты любой проблема ол біздің өмірімізге аспаннан түскен жоқ. Оның барлығының шығу себебі бар. Сол шығу себебін құртсаңыз, қарыз өміріңізден құтылу өте қатты оңай болады. На самом деле сіздің қарызсыз жүрген кезіңіз болды. Сіз тула салып қарызбен болған жоқсыз ғой. Мысалы, мынау менің өмірім, көкпен есейінші, мынау менің өмірім. Мына менің өмірімде не істеймін мен дейтін? Ақшаны есептемеймін, бірінші причина. Ақша есептемеймін. Негізі қарызға кірудің себептері өте көп. Мен бір банальный деген нәрседен айтып жатырмын. Ақшаны есептемеймін, финансовый неграмотность жоқ.
мақсатым жоқ, әйтеуір дейтін қарыздан құтылсам болды, әйтеуір қашан қарыздан құтыламын деген сияқты сондай мақсатпен жұмыс жасаймын. Үшінші дейтін миымда негативный установкалар, ақшаға байланысты неше түрлі наным сенімдер бар миымда дейтін неше түрлі. Одан кейін үлкен ақшадан деген қорқыныш бар. Үлкен ақша келетін болса өте қауіпті деген сияқты үлкен ақшаға қорқыныш бар. Және де орындалмаған уәделер, менталды қарыздар бар. Біз өзімізге өте көп уәде береміз да, былай қарап тұрған кезде. Все болды, мен ертең тұрамын дедің, бірақ сен тұрмадың. Уже сен ол өзіңе ішіңе кеткен, ол менталды қарыз. Все, мен болды, ертеңнен бастап мен мынандай привычка қалыптастырамын дедім, бірақ қалыптастырмадым ба, сен уже өз-өзіңді алдадың, өз-өзіңе бір қарыз жібердің да. Сөйтіп дейтін біз өзімізге, адамдарға да өте көп уәде береміз, өзімізге де өте көп уәде беру арқылы біздің ішімізде бір чашка болады, мысалы. Мынау сияқты, мынау чашка болатын болса, бұл бір уәдемен толады, екі уәдемен толады, орындалмаған үш уәдемен. Болды, мен кітап оқимын дедім, оқымадым уже, мен осының іші толай береді. Бір күні мынау бүйтіп сыртқа аққан кезде толып дейтін. Біздің өміріміздегі реальный қарызға апарады. Біз өзімізге деген қарызымыз ол реальный қарызға апарады. Сол кезде сен қарызға қалай кіріп кеткеніңді білмей қаласың да. На самом деле любой адам қарызға осознанно кірмейді, андай неосознанно бір білмей қаласың. Тура сол сияқты мінекей қарызға кірудің біріне бір себептерінің бірі өзімізге деген орындалмаған уәделер. Одан кейін мінекей көріп тұрсыздар, өзіме өте көп уәде беремін, бірақ орындамаймын, неше түрлі. Вот мыналармен мен неосознанно өмір сүріп жүрмін. Мыналар менің өмірімде бар, мына причиналардың барлығы. На самом деле менің осы уақытқа дейін қарызым жоқ еді, бірақ осы менің миымдағы негативный установкаларым, финансовый неграмотностьтім, ішімдегі өзіме деген қарыздар, неше түрлі себептер өте көп, банальный себептер осылар. Осы себептердің барлығы менің миымдағы авариялардың барлығы бір тұрады да менің өміріме қарыз деген проблеманы әкеліп береді. Вот көріп тұрсыздар ма? Қарыз аспаннан түскен жоқ, оның барлығының шығу себебі менің миымнан болып тұр да. Өйткені на самом деле мынандай атау беруге болады да, қарыз ол мидағы авариялардың нәтижесі. Егер сен миыңдағы аварияларды реттейсің, қарыз өміріңнен кетеді негізінде. Ал бірақ біз дейтін мына мимен жұмыс жасамаймыз ғой, Құдай-ай, мышлениеңді тасташы, құртшы дейміз да. Тек қана жұмыс жасасаң ғана қарыздан құтыламыз деп жұмыс жасаймыз, бүйтеміз, бәр амалымызды жасаймыз. Бірақ бір кезде мына қарыз азаяды өмірімізде, немесе қарыз бітеді. Бірақ менің мына миымдағы әлі установкаларым өзгерген жоқ қой. Миымдағы қабылданып қалған шешімдер өзгерген жоқ. Бұл тұрады да қайтадан менің өміріме қарыз әкеліп береді. Ал мен қайтадан жұмыс жасаймын, пақа етем, қарыздан құтылам, менің миым қайтадан қарыз әкеліп бере береді да. Вот көріп тұрсыздар ма? Қарыздан шығудың ең эффективный жолы осы қарызды туындатып тұрған мына себептермен жұмыс істеу керек. Так, менің миымда не болып жатыр деген да. Неге бұл туындап тұр? Бұның туындап тұрған себептері деген кезде миыңыздағы негативный установкаларды, осы қате шешімдерді тауып өшірген кезде жаймен осы миыңыздағы мына қарызына автоматия жоғалады өткен дейтін любой нәрсенің түбірін, тамырын құртсаңыз, оның өмірі сразу кетіп қалады. Айтамын ғой, адам өзінің мышлениясымен жұмыс жасайтын болса, оған күтпеген жерден мүмкіндіктер келіп бастайды да. Өйткені Құдай бізге көтере алатын ғана сумманы береді ғой. Сол үшін де адам өзінің мышлениясымен жұмыс жасау арқылы өзінің ақша сыйымдылық емкістігін көбейтеді. Сол кезде бізде чудо деген нәрселер пайда болады. Если чудоға сенсек, ол чудо болады да. Қарыздан шығудың вот нақты себебі осы. Біз қанша жерден пахат етсек та, қанша жерден біз дейтін әрекет етсек та, бірақ мидағы шешімдер өзгермейтін болса, біздің өмірімізден проблема үзілмейді. Сол үшін сіздерге айтқым келетін ең эффективті жол осы қарыздың туындап тұрған себептерін шешу керек. Сол кезде өміріңізде өте көп болады. Мысалы, менде дейтін, мен өзім осы ақшаға байланысты, қарызға байланысты курстар өткізген кезде мен всегда осыны айтамын да. Бұл не үшін туындап тұр? Сол тамырын жұлған кезде ол сразу кетіп қалады. Мысалы, огородта шөп жұлатын едік қой енді ауылда дейтін. Сол кезде мама ұрсатын. Ей, тамырымен жұлана шөпті, тамырымен жұл, қайтадан өспейтін болсын ау деп ше. Вот көріп тұрсыздар ма? Любой нәрсенің тамырын жұлған кезде ол сразу қурап қалады. Ал сіз бетін емдей беретін болсаңыз, бағана жұмыс жасап, ай сайын қанша кредитіңізді жауып қоясыз, бірақ ол үзілмейді да. Егер сіз реально сіздің ішіңізде қалау болса, реально сіздің ішіңізде мен болды қарыздан шаршадым, өмірімді өзгертемін, табысты боламын, бай боламын деген қалауыңыз болса, ересек позицияға өтіп, осы миыңыздағы осы қарызды туындатып тұрған себептерді шешуге кеңес беремін. Ал егер мына миды емдемей, өзіңіздің ішіңізді емдемей, сыртқы иллюзиямен жүре беретін болсаңыз, ол қарыздың үстіне қарыз қосыла береді, мына қарыздан шығамын деген просто тек қана иллюзиямен ғана өмір сүре бересіз да. Жүр, ай сайынғы кредит жабылады, бірақ жиналып жатқан ақша жоқ, жетіп жатқан бір мақсат жоқ, или бір шығып көрген бір шетел жоқ, әйтеуір бір күн көрістің қамы үшін әрекет болып кетеді да. Ал сіз ондай өмірден қорқатын болсаңыз, мына жақты емдеу керек. Мен сізге
ересек адам ретінде ұсыныс жасағым келіп отыр. Дәл қазір егер осы проблемаларыңызды шешкіңіз келетін болса, менде 2000-нан астам адамның қарыздан құтылуына себепкер болған ақша мышлениясы сабағы бар. Ол жерде қарыздан құтылудың жолдары, ақша мышлениясы, мидағы негативті установкаларды позитивке ауыстыру, мидағы дұрыс емес қалып кеткен наным сенімдерді іздеп тауып, оны дұрыс жаққа өзгерту. Одан кейін ақша жинай алмаймын, қолымда ақша тұрмай, тапқан табысым берекесіз дейтін болсаңыз, ақша басқару заңдары. Және де осы видео арқылы қосылып апат жасайтын болсаңыз, мен сізге гарантия беремін, менің 200 мың теңге тұратын 4 сабағымды бонусқа беремін. Ең бірінші сол энергия сабағы. Қалай энергиямызды басқарамыз, қалай біз шаршамай жүреміз, қалай біз квантовый скачок жасаймыз, осыған байланысты. Екінші, бақыттың кілт интенсиві. Бұл жаратушыға жақындау, өткенге өкінбей, болашақты жаратушыға тапсыра алып, ертеңге алаңдамай, бүгінгі сәтпен рахаттанып өмір сүруге арналған сабақ. Үшінші, Заметки телеграм каналы. Ол Заметки телеграм каналда неше түрлі амалдар, дұғалар, неше түрлі техникалар, өте терең практикалар беріледі. Өміріңізге ойламаған жерден сума түсіретін күшті техникалар бар. Ал төртінші, қорқынышты жеңу техникасы. Осы 4 сабақ сізге бонусқа тегін беріледі. Бұл сабақ сіз жұмыс жасайсыз ба, жасамайсыз ба, декретте отырсыз ба, студентсіз ба, кәсіпкерсіз ба, инфобизнесменсіз ба, барлық типтегі адамдарға арналған өткен дейтін мышлениемен. Біз ең бірінші күшті нәрсе, сіз жұмыс жасасаңыз да жасамасаңыз да сізге мышление арқылы ойламаған жерден сума түсіретін мықты техникалар бар. Вот ең үлкені 23 миллион қарызынан құтылған, 8,5 миллион теңге қарызынан құтылған, вот автокредит жаптым, ипотекамды жаптым, үйлі болдым, машина алдым, студент бола отырып осындай мышлениясымен жұмыс жасау арқылы алғашқы 850 мың теңгелік әйтеуір бизнесін бастаған, 3 миллион, 5 миллион өте көп. Егер де бір сомненияңыз болатын болса, менің инстаграм парақшама өтіп, мінекей қарыз деген актуальный стористі оқысаңыз, сол жерде барлық менің курсымнан өткен нәтижелер бар. Егер сенбей жатсаңыз да, сол үшін де осы инстаграм парақшама өтіп, қарыз деген актуальный стористі қарасаңыз болады. Егер реально қосылғыңыз келетін болса, бағасы 10 мың теңге, редпен қосыласыз ба, рассрочкамен қосыласыз ба, кредитпен қосыласыз ба, өзіңіз білесіз. Қосылғыңыз келетін болса, осы менің инстаграм парақшама өтіп, директке төлем жасаймын деп жазыңыз, сізге қалай апат жасау керектігі берілетін болады. Сізге сондай бір хайырлы, берекелі, нәтижелі білім болсын. Көп ұзамай маған осындай қарызымнан құтылдым, табысым өсті деген отзывтармен жазу бұйырсын. Сізді директте күтемін. Вот, мен айтқым келгені осы, өзіңізде қандай проблема бар болса, соны ертедек шешіп алуға тырысыңыз дер едім. Бұйырса сізді курста күтемін. Сізде доступ сақталады. Қараңыз, келіңіз, бұйырса нәтиже алып, бай бақуатты болыңыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.